Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақыны, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын Мұқағалидың азан шақырып қойған аты Мұхаммедқали болған. Әкесі қарапайым шаруашы, колхозда сушы, шалғышы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған, оның артынан бір қыз және 3 ұл туған. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмған. Соңғылардың есімдері Тоқтарбай мен Көрпеш. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан болашақ ақын ер мінезді әжесі тиынның тәрбиесін көріп, аңыз ертегілерімен сусындап өседі. Ол өзінің анасы Нағиманды жеңгесі сияқты қабылдап, Нақа деп атап кеткен. Мұқағалидың азат ойлы, ашық пікірлі болуына әжесінің тәрбиесі ықпал етті. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен, ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Мұқағалидың әкесі 1941 жылы Калининград майданында қаза табады. Мұқағали Мақатаев 14-15 жасында ақын болуға бір жолы бел байлап, қазақ әдебиетімен бірге әлемнің барлық классиктерін бір тиіммен оқып шығады. Соның ішінде Гейне, Шекспир, Данте, Бальзак, Лондон сияқты классиктерді жоғары бағалайды. Ол өзінің заманындағы барлық адамның қол жете бермейтін бірнеше оқу орнына жеке ізденісінің арқасында қабылданады. Алғашында Казмудың филология факультетіне, содан кейін шет тілдер институтына, артынша Казмудың заң факультетіне оқуға түседі. Жазушылар одағының жолдамасымен 1973 жылы Мәскеудің Максим Горький атындағы әдебиет институтының студенті атанады. Өмірдің қалтарыс бұлтарысын бала күнінен көріп өскен ақынның сана сезімі, ақыл ойы ерте жетіледі. Ол өзінің өмірлік жары Лашын апамызға 18 жасында үйленеді. Ақынның алғашқы лирикалары осы кезде жазыла бастады. Мұқағали Мақатаев еңбек жолын ауылдағы мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі болып бастады. Оның орыс тіліне жетік болуы әлем әдебиетін оқуына септік болды. Кейін аудандық газетте тілші болып қызмет істеді. Ақын жазушының басы қосылған рухани астанамыз Алматыға келіп, әдеби ортаға тап болады. Оның талантты ақын екенін танып, Қазақ әдебиеті газетінде алғаш рет бүкіл жұртқа Әбділда Тәжібаев жариялайды. Ақынның тұңғыш өлеңдері Қырман басында, Қойшы бала Әкітай Советтік шекара газетінде 1949 жылы жарияланады. Мұқағалидың Қарлығашым келдің бе, Дариға жүрек, Аққулар ұйықтағанда, Шуағым менің, Соғады жүрек, Шолпан, Жырлайды жүрек, Өмір өзен, Өмір дастан және тағы басқа жыр жинақтары, сондай-ақ Қош махаббат атты прозалық кітабы да бар. Ақынның 100-ден аса өлеңдеріне ән жазылған. Ақын өлеңдері нәзік лиризммен, ашық сыршылдығымен ерекшеленсе, поэмалары тарихтағы түрлі әлеуметтік саяси қоғамдық жағдайларды, адамгершілік, адамзаттық мәселелерді көтерумен құнды. Мұқағали поэзиясының қайнар көзі шабыт тұғыры, туған елі, өскен жері, отан тағдыры, замана тынысы, замандастарының арман аңсары. Осының бәрін Мұқағали жас дарынға тән қайталанбас шеберлікпен, Тәңірдің таңдайынан төгілгендей поэтикалық мінсіз үйлесіммен, әр жүрекпен тіл табысар сыршыл да шыншыл сезіммен, нағыз поэзия ғана тән бейнелі образдарымен бедерлеп, өлмес өнер деңгейінде туындатып отырған. Мұқажанның Гүлжина Мұқағали Мақатаевтың туған жерге деген өлеңін назарларыңызға ұсынамын. Таныс өлке, таныс айнақ, таныс маң, анау жерде құрбыларымен алысқан, анау жерде құрбыжанмен табысқан, алба жалба ақша бұлттар жарысқан, таулар әнен ұйықтап кеткен данышпан, жолдар анау шұбатылып шаң ұшқан, таныс өлке, таныс айнақ, таныс маң. Шабындықтар, егістіктер, тоғайлар, төбелердің төбесінде көк айдар, ақ сағыммен араласып аулаққа, сағым болып бара жатыр көп ойлар. Бір тынбайды шегірткен шырылы,
жел қозғаған ақ шилердің сыбыры, бәрі таныс кісінеген қоңыруны, үн аузында шаңқылдаған суыры. Айналайын, ата мекен, ақ мекен, қандай қазақ іздеп сені тапты екен. Туған өлке тәтті екен ғой, тәтті екен. Назарларыңызға рахмет. Көкшетау қаласының нөмірі 7 Айша балабақшасының тәрбиешісі Қатша Мар. Мұқағали Мақатаевтың «Ей өмірім, дүниенің ағында, қарасында, мұң кетпейсің қабылдап аласың да, қарасымен шаман жоқ таласуға, ей өмір, зымырап барасың ба. Жер мен көктің жетіліп арасында, желегесің, сөзің арасуға, ең туған аңдақпай таласуға, ей өмір, зымырап барасың ба. Мен отырмын теңіздің жағасында, ересің де жоқ оған аласың да, мені тастап толқындар ағасың ба, толқындатып өмірім барасың ба. Шаң шығарып ізінен қиындаған, барасың ба өмірім қиындаған, қиын маған, ей өмір, сен маған, сен далам, сен ұйырмаған. Болашаққа үлкен үміт артқан мұзбалақ ақын Мұқағалидың мол мұрасы ұрпақ санасында мәңгіге сақталары сөзсіз. Оның маржан жырлары халқымен бірге жасап мәңгілік өшпейді.